Ассалаумағалейкум достар, бәріңізге сәлем. YouTube видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз қалай бір адамды алып, сол адамның өмірін түбегейлі 180 градусқа өзгертіп, 10 күннің ішінде қалай біз 5 миллион теңге жасағанымызды толық айтып беретін боламыз. Егер сіз товарный бизнесқа қызығып жүрсеңіз, көп ақша тапқыңыз келіп жүрсе, онда осы видео сізге 100% пайдалы болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Және де каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де осы видеоны өзіңіздің досыңызбен бөлісіп қойыңыз. Менің есімім Еркебұлан, Абройвоч компаниясының иесімін, және де 22 жаста мен 1 миллион доллар жасадым. Инстаграмда оқырмандарым біледі, мен бір адамның Әділ деген жігітті алып, оның өмірін 180 градусқа өзгерткен болатынмын. Небәрі 10 күннің ішінде біз 10 күнде нольдан бизнес ашып, үлкен обороттарға, яғни нақтырақ айтатын болсақ, 5 миллион теңге оборотқа шығарған болатынбыз. Енді біз бұны қалай жасадық, реалити жасау ойы маған қайдан келді, соны толығырақ айтатын боламын. Жалпы реалити жасау ойы маған қалай келді? Мен Есентайда массажға кіріп бара жатам. Массажға кіріп бара жатқан кезде дайректіме бір сообщение келеді. Қарап қалсам, бір оқырман мынандай үлкен сообщение жазып жіберген да. Сол сообщениеде андай сөйлем болды. Ереке, бір адамды алып, өзің бизнес ашып, бізге көрсетші, что бизнес ашуға болады, қазір ақша табуға болады, тез көтерілуге болады деген дәлелдеші деп маған келді да сообщение. И маған бір қызық болып кетті өзіме. Алдым да сол сообщениені скрин түсіремін да, сторисіме саламын. Что там, достар, жасаймыз ба дегендей. И маған көп сообщение дайрект келеді. Давай, мен ал, брат, мен ал. Маған 1000-нан астам адам жазады ғой, мен алшы деп. И содан кейін мен массадан шығып қалсам, дайректім жарылып отыр. И мен өзіме ой келеді. Маған қызық қой негізі. Бір адамды алып, оның өмірін өзгертіп, адамдардың көзінше трансформация жасау барлығына қызық контент. И плюс бұл адамдарға жай ғана қызық қана болмай, пайдалы да болады. Сол үшін неге жасамасқа деген маған ой келді. Енді қалай жасасам болады, ішінен қалай адам таңдап аламын деген сұрақтар келді. Сөйттім да мен Инстаграмда конкурс жасадым. Кім менің жаңа видеомды өзінің сторисіне алып кетеді, регистрация жасайды, сол адамдардың ішінен мен бір адамды рандомно таңдап аламын деп. Бір адамның өмірін 10 күнде өзгертемін. Менің есімім Еркебұлан, 22 жастағы доллар миллионермін, және де мен өзімнің оқырмандарымның арасынан бір адамды таңдап алып, сол кісіге жаңадан нольдан ниша таңдап, яғни кәсіп ашып, сол кәсіпті миллион обороттарға шығаратын боламыз. Сөйтем, видеоны салам, и бірде 1800 адам тіркеледі, короче. 1800 адам ішінен қалай таңдасам болады, не жасасам болады деген ойлар келді. Сөйттім да просто Google-да рандомайзерді қоса салдым, и соның ішінен 10 адам таңдап алдым. 10 адамның самый мотивациясы жоғары адаммен мен реалитиға алғым келді. Сөйтіп 10 адам каждый мен жеке созвон жасап жатырмын. Менде 4-ші адам Әділ деген кісі болады. И Әділ мырза маған вообще ұнамайды. Өйткені ол қазақша дұрыс сөйлей алмайды да ол кісі. Павлодардың кісісі, қазақша қатты жоқ. И мен оны точно алмаймын деп ойлаймын. Ровно 10 адаммен сөйлесіп боламын да, командамен жиналып ақылдасамыз ғой. Что там, кімді алатын болдық? Қайсы алып шыға алады деп ойлайсың? Қайсысы более пысық деп ойлайсыңдар деп командамен ақылдасам. И бәрі тұрады да, біріншісін алайық, екіншісін алайық деп көбісі бір мен екіні айтты да. Менің ассистентімнің номерына жаңа Әділ деген кісі, 4-ші кісі, көп сообщение жазып отыр, мен алсыншы. И мен қараймын ғой, қандай мына жігіт ұмтылысы мықты. Өйткені 10 адамның 9 сөйтіп жазбады мен сіздерге. 9-ы олай жазбады, тек қана Әділ деген жігіт сөйтіп жазды. И мен тұрмын да моментально сол шешім қабылдаймын. Болды, точка. Осы Әділді аламыз. Неге? Потому что бұның басқалардан қарағанда ұмтылысы жоғары. Сөйттік та біз Әділ мырзаны өзіміз реалитиға осылай таңдап алдық. Солай біз ертесі күні бірден Әділ мырзамен кездесеміз да, реалитиміз бастап кетеміз. Ешқандай плансыз, ешқандай келісусіз, просто кездестік мегада. И сол кездескеннен дальше бізде бірден реалити бірінші күн деп санап бастап кеттік. Ассалаумағалейкум достар, бізде реалитиға бір кісіні таптық. Әділ мырза. Ассалаумағалейкум. Жадам Әділ мырза, қалайсыз? Жақсы. Көңіл-күй қалай? Жақсы. Өзіңіз жайлы таныстырып кетіңіз. Мен атым Әділ, 21 жастамын, Алматы қаласында тұрамын. Бизнес жасап көрмегенсіз, иншалла жасайсыз. Иншалла жасаймын. Енді екеумізге де риск болайын деп тұр. Нақты стратегия құрылайық. Стратегия деген дальше уже базарға бар, ниша таңдап, дальше контент жасайтын боламыз. Бірінші күнде біз не істедік? Ең бірінші біз толық жұмысқа кіріспес бұрын план құрып алдық. Әділ мырзамен отырдық та, полный плансыздық. Біз не жасаймыз? Қандай товар сатамыз, қалай сатамыз, кімге сатамыз дегендей толық анализ жасадық. Бірден TikTokқа реклама құту керек, и продажа болды. Даже креатив болмаса, бізде 2 сағат анализға құрттық. Керек товарлардың списогын жасадық, и біз базарға бардық. Барахолкада базар, Байсат. Оптовая цена. Это возьмем пока. Контент снимем. Короче, біз қазір 2 товар алдық, техника, тестировать боламыз. Неге біз Китайдан закуп жасамадық, немесе басқа маркетплейстардан закуп жасамадық? Себебі кәсіпті бастаған кезде адам бірінші кезекте фокусты жаңа товар іздеуге, немесе поставщик іздеуге құртпау керек. Бірінші кезекте фокусты тек продажаға құрту керек. Сол үшін де біз Қазақстанда қандай товар бар, сол товар сатып кетсек, біз уақыт жоғалтпаймыз, тез болады дедік. Біз бірден базарға бардық. Байсат базарына барып,
сол жерді аралап ең арзан оптовиктерді тауып алдық. Бірден екі товарды тест жасаймыз деп алдық. Ол біреуі Dyson малайзиялық копиясы, екіншісі бізде ол планшет, яғни балалардың планшеті. Сөйтіп біз екеуісін неге таңдап алдық? Себебі екеуінің де орташа чегі үлкен. Мысалға бізде Dysonның орташа чегі 180 теңге, ал планшеттің орташа чегі ол бізде 60 теңге. Әшейін мысалы бір Dyson сатсаң, сенде бірден 180 теңге продажа болады. Ал планшетте күніне 10 планшет сататын болсақ, бізде уже 600 теңге продажа болады. Яғни біз өзіміздің реалитимізді успешно жасай аламыз и планымызды 100% орындай аламыз деген сенімдік келді. Тек бір штуктан ғана закуп жасадық. Көп адамдардың қателіктері бизнесті жүргізбей, тест жасамай алады да көп ақшаларына Китайдан закуп жасайды, потом товар келеді и бүйтіп отырады. Товарды қалай сатсам болады? Что-то товарым өтпей тұр, ақшам тұрып қалды деп. Бірақ мен сіздерге айтарым, бірінші закуп жасап, поставщик, оны уайымдамаңыздар. Оны тауып аласыздар, вообще проблема емес. Бірінші кезекте продажа. Яғни біз тек қана бір штуктан сатып алдық, съемка жасауға контентке. Қалған товарларды біз уже сатылым болғаннан кейін базардан келіп алып бастадық. Базардан біз өзіміздің үйге қайтып, біз Әділ мырзамен отырып, полный ертесі күні болатын съемкаға контент план жаздық. Көп адамдардың қателіктері, мысалы, бір товарный бизнес ашса, олар алып контент план жасамайды. Бірінші студия жалдап алады, немесе бір мобилограф шақырып алады. Сөйтеді студияға барады да сол жерде контент план құрады. А біз қалай жасадық? Біз бірінші полностью контент план құрып алдық. Одан кейін барып қана біз ертесі күні съемкаға бардық. Сол үшін де біз контент план дайын болғандықтан съемканың уақытын біз максимально тиімді пайдалана аламыз. Контент план құрған кезде біз неге мән бердік? Біз бірінші кезекте бұл товарды кім сатып алады? Біздің целевая аудитория кім, яғни мақсатты аудиториямыз кім? Бізде екі аудитория бар, қыздар және жігіттер. Бізде қыздар аудиториясы ол 18 мен 30 жас арасында Dyson алатын. И олардың больдары, ең басты больдары ол арзан фенмен шаштарын құртып, немесе арзан фенмен шаштарын укладка жасап, ұзақ тұрмай ол бір күнде қайтадан шаштары құртылып қалатын қыздардың болына біз контент жасадық. Екінші аудитория ол жігіттер. Жігіттерде қандай боль? Олар қыздарына не сыйлайтынын білмейді. Немесе қалай қымбат сыйлық берсем болады, қандай бағалы сыйлық берсе болады деген идеясымен проблема. Яғни ол бізде екінші аудитория. Біз осы екі аудиторияға контент план жасадық. Келесі бізде планшеттегі аудитория ол екіге бөлеміз онда. Ол біреуі ата-аналар. Балалар телефон сұрай беретін, мысалы жұмыс істеп отырса, немесе фильм көріп отырса, телефонын ойын ойнауға алып қоя беретін ата-аналар. Яғни бұлардың бірінші бөлі. Ал екінші аудитория бізде студенттер, яғни студенттердің проблемасы қандай? Олар ноутбуктары жоқ, көбісінің ноутбук сатып алуға ақшасы жоқ. И оларға амал жоқ, ноутбуктың орнына басқандай бір товар қолдану керек. Яғни ол біздің планшеттер, яғни біздің планшет как ноутбук сияқты да жұмыс жасай беруге болады. Яғни бұл бізде екінші аудитория. Осы екі аудиторияға да біз контент план толық сызып жасап алдық. Одан кейін бізде бірінші күні біз товарға баға қойдық. Бағаны біз қалай қоямыз? Біз товардың дұрыс юнит экономикасын есептеу арқылы дұрыс баға қоямыз. Көп адамдардың проблемасы продажалар бар, кәсібі жүріп жатыр. Бірақ та қалтасына ақша қалмайды. Неге? Себебі кәсіпкер дұрыс баға қоймайды товарға. Ол ретімен бірге бір қоя салам, болды, менде бизнесім жүре береді деп, маған 50% ақша түседі деп. Жоқ, олай емес. Сізде рекламаның расходы бар, рассрочкамен сатсаңыз рассрочканың проценті бар, командаңыз болса команданың зарплатасы бар, сізде возвраттар болуы мүмкін, остаток товары болуы мүмкін. Яғни сізде өте көп расход болып, соңында сізде ештеңе қалмауы мүмкін. Товарға ең дұрыс наценканы қойдық, чтобы ол қатты клиенттерге қымбат болып кетпес үшін, және де бізде жақсы пайда қалу үшін. Яғни біз дұрыс юнит экономикасын есептеу арқылы дұрыс нақты баға товарға қойып шықтық. Екінші күн бізде ол контент және де съемка. Сол күні біздің барлық уақытымыз ол контент түсіруге кетті. Біз алып студия алдық, және де Әділ мырза өзінің таныс қыздарын шақырды съемкаға. Көп адамдар модель алуға ақшасы болмауы мүмкін, немесе бір мобилографты зарплатаға алуға мүмкіндігі болмауы мүмкін. И мен сондай адамдарға айтарым, егер де сізде мобилографқа 150-200 теңге мүмкін 300 теңге төлеуге ақшаңыз болмаса, басында разовый шақырыңыз, яғни 1-2 сағат келіп түсіріп кет, мен саған 20 теңге беремін. Сол сияқты сіздер разовый мобилографпен жұмыс жасасаңыздар болады. Бұл бір. Екіншісі, модель ретінде өзіңіздің танысыңыз, немесе әпкеңіз кім бар, соны алсаңыз, ол да жақсы. Себебі бүкіл ақшаңызды рекламаға құртуға жинайсыз. Біз солай Әділ мырзаның өзі танысын шақырды, студияны алдық 2 сағатқа. 2 сағатта біз толық контент планын құрған бойынша контентімізді жасап шықтық. Сіз заряженный өзім түсіріп тастаймын дейді. Көп адамдар студия модель жалдауға ақшаларын қиғысы келмейді, бірақ та тупо рекламаға жібере береді андай. Бірақ в итоге көп ақша рекламаға құртып тастайды. Мысалы, есептесе, ол рекламадан көп продажа алмаған. Студияға ақша аямаңыздар, съемкаға ақша аямаңыздар. Осы екі зат дұрыс жасасаңыздар, потом оны рекламаға жіберетін болсаңыздар, сіздің лидтің бағасы как минимум 2-3 есе арзанырақ түседі. Ұнады ма? Ұнады. Күшті. Бүгінгі 2 товарды түсірдік, осы айтса. Жалпы екінші күні бізде 15 видео, және 10-нан астам әдемі обложкаға келетін фотоларды түсіріп алдық. Сонымен біздің толық контентіміз осы реалитиға
дайындалды. Көп адамдар контент жасауға жаңа кейбір 5 күн құртуы мүмкін, кейбір 10 күн құртуы мүмкін. Бірақ біз тек қана бір күн толық арнап, сол күні біз үйде де съемка жасадық, студияда да съемка жасадық. Бүкіл уақытымызды осы реалитиға жетерліктей контентті жасап алдық, яғни бір-ақ күннің ішінде. Біздің контент, видеолар монтаждалып, өңделіп жатқан кезде біз Әділ мырзамен параллельно инстаграмымызды ашып упаковать ете бастадық. Біз не істедік? Бірінші біздің магазин атын қойдық. Атын Техноюрт деп қойдық. Неге Техноюрт? Потому что ерекше естіледі және адамдардың есінде қалады. Айтылуға да оңай. Көп адамдар атын қойған кезде қандай проблема? Олар бір товардың атымен қояды. Мысалға алатын болсақ, бір адам Dyson сататын болса, магазин атын Dyson деп қояды. Сумка сататын болса, сумка деп қояды. Түсіндіре алдым ғой? Яғни олай қоймаңыздар. Себебі сіздің магазиніңіз тек қана сумкамен, тек қана Дайсонмен шектелмейді ғой. Сіз мысалы техника сататын болсаңыз, сіз көп ассортиментте болашақта товарыңызды қосатын боласыз. Сол үшін сіздің бастапқы қойған атыңыз бизнесіңіздің дальше жүруіне, яғни ары қарай жүруіне өте қатты әсер етеді. Сол үшін атын жалпылама ат қойыңыздар. Ал бір товардың атын қоймаңыздар. Көп адамдардың қателіктері осы жерде. Одан кейін логотип жасадық. Логотипті жай ғана Canva-мен көп ақша құртпай 5 минуттың ішінде Canva-мен жасай салдық тез-тез. Одан кейін біз Instagram аккаунтымызға подписчикті накручивать еттік. Артынша бізде шапка профиля и актуальный стористарды толтыра бастадық. Үшінші күні бізде жасалған материалдардың барлығын Инстаграмға салуға құрттық. Толық бізде қандай видеолар өнделді, соның барлығын Инстаграмға фото, видео, яғни визуалын жасап салып шықтық. Адамдар клиент өткен кезде визуалы ол сатылымға бірден әсер етеді. Реклама жібермес бұрын міндетті түрде лентаңызда 15 пост болу керек. Егерде аз болса, клиенттер сізге өтсе, доверие мүлде болмайды, яғни сізге сенбейді клиенттер, и сізден сатып алмайды. Қанша рекламаңыз әдемі болса да. Сол үшін біз бірден 15 фотоны бірден салып тастадық. Келесі бізде актуальный, яғни актуальный стористарға біз отзывы деп салдық, яғни міндетті түрде отзыв салыңыз. Біз отзывты қалай жасадық? Біз өзіміздің жақындарымызға осы товарды жіберіп, жалпы саған қалай бұл товар ұнайды ма, ұнамайды ма деп отзывын сұрап, WhatsApp арқылы сообщениясын біз салып қойдық, толтырып. Одан кейін бізде доставка жайлы информация. Көп адамдар актуальныйға доставка жайлы информация салмайды. Неге салу керек? Себебі сіздің клиентіңіз тек қана сіздің қалаңыздан ғана емес, бүкіл Қазақстан бойынша сатсаңыз, сіздің продажаңыз одан да үлкен болады. Бір қаламен шектелмеңіз. Біз алдықта доставка жайлы толық информацияны толтырып қойдық. Одан кейін бізде ассортиментімізде қандай товар бар, сол товарды актуальныйға салып қойдық, яғни Dyson и планшет деп. И ішіне кірген кезде толық Dysonның фотосы, характеристикасы, видеосы, қалай қолданып жатыр, бағасы және де соны сатып алуға деген ссылкасын ретімен қойып шықтық. Планшетке де дәл солай прогревающий стористі жасап қойдық. Яғни бізде клиенттер рекламадан өткен сайын сол стористарды көреді, прогревация етеді и соңында сатып алады. Бұл продажаға тағы да өте қатты әсер етеді. Актуальный стористарға тағы да міндетті түрде салу керек зат ол жұмыстың барысы. Мысалы көп адамдарда компаниясы кім бұның иесі, жалпы бұны қандай адам жүргізеді дегенді білу керек клиент. Біз не істедік? Біз мысалы Әділ мырзаның отправка жасап жатқан видеоларын түсірдік. Клиенттерге доставка жасап жатқан видеоларын, яғни жасанды болсын жасап қойдық. Неге? Себебі клиенттер ол стористі көрген кезде міндетті түрде сену керек. Егер де ол қарады, видеолар әдемі, фотолар әдемі, бірақ кім бұл бизнестің иесі, бұл компанияда кім жұмыс жасайды, соны нақты білмейтін болса, онда сатып алмайды. Тағы да клиенттарымызды жоғалтып аламыз. Сол үшін де біз бизнесіміздің ішкі кухнясын міндетті түрде сторисқа салуымыз керек. Сол кезде тағы да компаниямызға доверие плюс болады. Одан кейін үшінші күні түнге қарай Әділ мырзаны мен телефон тартып алып, ол кісіге таргетке отырғызып қойдым. 1,5 сағатта үйреттім. Қалай аккаунт реттеу керек, қалай жалпы таргеттің жіберу стратегиясы, яғни толық үйреттім. Қандай стратегиямен таргетті жіберу керек екен. И ол кісі 1,5-2 сағатта соны үйренді, қолданды, түсінді. Одан кейін түнімен отырып, мен ол кісіге задача бердім. Таргетті жібер. Және де бізде осы таргет жасап жатқан кезде мен бір қателік жібердім. Қандай қателік жібердім? Мен сол ашылған Facebook аккаунттың күндік лимиті қанша доллар екенін қарамағаным. Яғни біз алдықта сол түні біз $150 таргет жібереміз, бірақ та бізде ол $150 кетпеген. Неге? Бізде ол келесі күні белгілі болды. Сол түні параллельно біз таргет қана жіберіп қоймай, біз отдел продажды іздей бастадық. Неге отдел продаж іздедік? Себебі бізде таргеттан ертесі күні көп заявка, көп клиенттер түссе, біз үлгермей қаламыз өзіміз. Және де Әділ мырза клиенттармен сөйлесе ма, әлі таргет жібере ма, яғни ол кісі ешқайсына үлгермеуші еді. Және де бізде үлкен продажалар болмаушы еді. И мен айттым Әділ мырза, Әділ мырза, сіз өзіңіз сатпайсыз, сіздің міндетіңіз сату мамандарын алу, ол қиын емес. Яғни қалай сату мамандарын алу керек екенін мен ол кісіге түсіндірдім. Сонша мен өзім сторисім саламын. Әділ мырзаға сату мамандары керек, кімнің желаниясы бар, сол бізге сату маманы болып кірсін деп біз сторис салдық. Әділ мырзаға командасына адам керек. 2 менеджер по продажам. 2 менеджер по продажам. Қандай адамдар? Мықты болса. Одан кейін? Одан кейін? Өз жұмысын білетін адамдар. Алматы қаласынан? Алматы қаласынан 2 менеджер. Пока что 2. Қыз бала, ол бала? 2 қыз бала. Қыз бала, иә? Мен всегда менеджер қыз аламын басында. Жақсы болады. Жақсы. Короче, 2 менеджер қыз Алматы қаласынан
ссылка қалдырамын, осы кісіге өтіп Әділ мырзамен сөйлесіп отбордан өтіп бізге жұмысқа кіре аласыздар. И Әділ мырза таргет жіберді сол күні, және де сату мамандарын заявкасын жинап ертесі күні собеседованияға шақырды. Жалпы бізде отдел продаж отыратын, бізге офис керек болды. Сөйтіп Әділ мырза қараймын крышадан офис іздеп жатыр да. И мен кісіге ол кісіге айтамын да, сізде қазір продажа жоқ, сіздің бизнесіңіз жүріп жатқан жоқ. Зачем сізге офис қазір? Зачем сізге артық расход деп айттым да. Ол кісіге түсіндірдім, что бизнеста ең бастысы ключевой точкаларда назарды адам ұстау. Сіздің бизнесіңіз жүрмей тұр, ал сіз әлі мебель алып тастағансыз, офис алып тастағансыз, товар закуп жасап тастағансыз, ал сізде продажа жоқ. Олай жасау өте үлкен қате. И мен солай тұрдым да, өзімнің офисімді Әділ мырзаға уақытшаға бердім қолдануға. Солайынша Әділ мырза өзі офисқа ешқандай расходы болмады, ол менің офисімді ол кісі қолданды. Төртінші күн командаға сотрудниктарды толық алу, лид обработка біздің продажалардың күні. Әділ мырза бұл күні ұйықтамаған, шаршап офисқа келді, және де бірден сату мамандарын алып, оларды продажаға отырғызып қойды. Yani сату мамандары бірден продажаға отырып сатып бастады. Бірінші күні өте көп клиент келді, и мен ойладым, бізде таргет жақсы кетіп жатыр, бірақ Facebook'ты ашып қарап қойсам, біздің таргет жақсы кетіп жатқан жоқ екен. Біздің таргет өте жақсы кетіп жатыр екен. Даже менің өзімнің Абрайоч компаниясында рекламамыз олай кетпейді. Біздің түсірген креативтарымыз больмен атып кеткен ғой. Бізде бір лидтің құны Facebook'та 100 теңге, ал TikTok рекламада бізде 50-60 теңге. Ойлаңыздаршы, бір заявка бізде 50-60 теңге TikTok'та, Facebook'та бізде 100 теңге. Бұл өте мықты көрсеткіш. Бір лидтің құны $0.18, 0.23. Даже бізде Абыройда бұндай емес, серьезно айтамын. Бізде Абыройда $0.6. Түсірген креативтарымыз атып кетті, Аллаға шүкір. И мен Әділ мырзаға айтамын ғой, Әділ мырза, сіз білесіз бе, сіз жолыңыз болғыш адам деймін. Неге десе, сіздің бірінші жіберген рекламаларыңыз, бірінші съемкаңыз бірден креативтарыңыз атып кетті. Бұндай жағдай болуы ол әрқашан олай бола бермейді. Бірақ та сіздің жолыңыз болғыш адам. И біз міндетті түрде алаң қалаумен бұл реалитиді біз өзіміздің планымызды орындап аяқтайтын боламыз деп Әділ мырзаға мен мотивация бердім сол күні. И бізде жалпы сол күні қарасам таргетке одан да көп заявка не үшін келмеді деп қарасам, бізде проблема Facebook аккаунттың лимитінде екен. Яғни біз аштық, көп лид тұр, бірақ та бізге одан да көп заявка түсу керек еді. Бізде 400-ден астам, 500-ден астам клиент жазу керек еді сол күні. Бірақ проблема қай жерде? Проблема біздің Facebook аккаунттың күндік лимитінде, яғни бізде бір күні $50 артық реклама жібере алмаймыз. Ол Әділ мырзаның Facebook аккаунттың лимиті. Короче, қазір бір проблема болды. Ол немен? Рекламный аккаунтпен қарап. Короче, бізде лимит екен. Бір рекламный аккаунтта тек $50 дневной бюджет қоя аламыз. И соның өзінде бізде лид көп. $50 өзіне 125 лид түсірдік. Бастап жатқан кәсіпкерлердің проблемасы осы жерде. Көп реклама жібереді, бірақ та көп реклама құртылмайды Facebook-та. Себебі лимит аккаунтта болады. Яғни сіз одан асып кете алмайсыз. Продажаның алғашқы күні бізде конверсия продажа өте төмен болды. Неге? Себебі бізде жаңадан кірген отдел продаж адамдары сата алмады, үйренбеді, қатты білмеді. Бірақ та біз соның өзінде таза пайда бізде көп қалды. Неге? Себебі бағана басында айтқандай, таргетіміз өте арзанға шықты. Лидтардың құны бізде 100 теңге шықты. И сондықтан бізде сол күні көп лид жазып, соның ішінен 208 теңге бізде продаж жасадық. Рекламаны активно көбейтіп жатырмыз. $20 и 4 продажа. $53 келді, да? $53-ға қараңыз. $53, 25 теңге реклама жібердік. 25 теңгеге бізде 200 қанша 210 продажында, иә? У меня получается рекламадан түсіп жатқан лидтар, запрос по рекламе. Конверсия продаж төмен бізде. Неге десеңіздер, бізде енді отдел продаж енді үйреніп жатыр. Бүгін бізде продажаның бірінші күні болғандықтан кішкене қиын болып жатыр. Қалай болып жатыр сіздерге? Нормально ма? Төртінші күні продажамыздың алғашқы күні. Бір күнде біз $60-дан 208 теңге продаж жасадық сол күні. Және де бізде таза пайда қалды. И біз келесі күнге дайындала бастадық. Келесі күні бізде бюджет көбейтетін күн. Неге? Себебі біздің Facebook-тың жаңағы ограничениясын біз шешіп, күндік лимитін біз көбірек реклама жібердік. Бесінші күні бізде продажаның өте көп болған күні. Мен офисқа кешігіп барам, ұйқымды қандырып, өзімнің жеке жұмыстарымды бітіріп, офисқа бармай тұрып айтпақшы Әділ мырзаға жазамын ғой. Әділ мырза қалай отыр продаж дейді. Жоқ, сізді потолок дейді. И біз сол күні, негізі 4-ші күні біз келіскен болатынбыз. Егер де бізде 5-ші күні Әділ мырза 600 теңге продаж жасамаса, ол кісіні біз шашын аламыз деп ше. Сөйтіп ол кісі максимально көп таргет жіберіп, команданы мотивировать етіп, сол күні продаждар жасапты. Бізде задача ертеңге 600 мыңға продаж жасауға. 600 мыңға жете алмаса не істейсіздер? Шашыңызды аласыз? Давай шашын алайық. Жоқ, алмай. Жалпы ма не шаш? Алмай. Духың жетпей жатыр, иә? Жоқ, жетеді духың. Сол өздері түсіп шықтық. Қандай наказание ертеңге 600 мың продаж жасауға, иә? И мен офисқа сағат 5:30-ға таман барам. Тек қана таргетпен біз сол күні 550 мың теңге продаж жасадық. Кешке қарай бізде Олжасхан деген блогер өзінің сторисына реклама жасау керек еді. Көп адамдар маған былай жазды: "Еркебұлан, сен реалитиң өтірік. Сен тек қана блогердің арқасында бизнес жүргізіп кеттің" деп ше. Біріншіден біз блогерге дейін біз 550 мың теңге
фактпен продаж жасап қойдық, ол бір. Екіншіден, блогермен жұмыс жасау ол бизнестің бір этапы. Мысалы, әлемдік кез келген компанияны қарайтын болсақ, Nike-ді, Adidas-ды, немесе Coca-Cola, үлкен компаниялардың барлығын қарасақ, олар танымал инфлюенсер, танымал блогерлармен жұмыс жасайды. Яғни бұл бизнестің бір этапы. Мысалы, сіз таргетке жіберіп жатсыз, и клиенттер сені сатып алмай жатыр ғой. Неге сатып алмай жатыр? Себебі сіздің бизнесіңізге сенбейді. Ал сену үшін сіз не істеуіңіз керек? Сіз танымал адамды өзіңіздің контентіңізде түсіруіңіз керек. Біз не істедік? Біз Олжасхан деген блогердан біз реклама алдық. Егер де осындай планшетпен Dyson керек болатын болса, бағалары өте қолжетімді, качествосы жоғары деңгейде, осы номерге жазып, заказ бере аласыңдар. Енді вдруг біреуге керек болып қалады дегенім ғой. Міне осы номер. Соның арқасында болашақта ол жігіттен біз реклама алмасақ та, адамдар оның лицосын көріп, біздің таргеттан келіп, сату конверсиясын одан сайын көтереді. Сол үшін де блогермен жұмыс жасау, ол бизнестің өте үлкен маңызды бір этаптарының бірі. Және де сізде оған мүмкіндігіңіз болса, міндетті түрде мықты блогерлармен жұмыс жасаңыздар. Блогермен жұмыс жасаудың да өзіндік жұмыстары бар. Енді блогерді біз қалай таңдаймыз? Көп адамдар блогерді жай ғана танымал деп қана ала салады рекламасын. Бірақ та бұл өте үлкен қате шешім. Мысалға, блогерді біз қалай таңдаймыз? Ең бірінші кезекте блогердің аудиториясына қараймыз. Сен сататын товар ол блогердің аудиториясына келеді ма, келмейді ма? Мысалға, бір балалардың контентін жасап жүрген адамға сіз мебель сатсаңыз, сата алмайды ғой? Сата алмайды. Тура сол сияқты үлкендердің аудиториясына сіз жастарға арналған дүние сатсаңыз, ол да сата алмайды. Сол сияқты сіз блогердің аудиториясын сұрақ қойыңыз. Бұл блогердің аудиториясы менің товарымды сатып ала ма? Ол бірінші вопрос. Екіншісі, блогердің сторис жүргізу стилі қандай? Подписчик көп деп ала салады, бірақ та сіз подписчигіне қарамаңыз, оның рилсінің просмотрына қарамаңыз. Сіз оның сторисындағы активностіне қараңыз. Оны қалай білеміз? Біз жай ғана блогердің менеджеріне немесе блогердің өзіне шығып, дәл кешегі сторис просмотрын сұраймыз. Яғни көбісі блогерлар жай ғана скрин жасайды да, бұрынғы сторис атып тұрған кезде ахватын жібере салады да, и адамдар сеніп қалады. Сторисын там 500 адам көреді екен ғой деп. Бірақ та олай емес. Блогердің дәл кешегі сторис просмотрын міндетті түрде сұраймыз. Реалитиміздің 5-ші күні кешке қарай бізде блогер реклама салды. Сол реклама салған кезде өте көп заявка түсті. И біз сол санаулы сағаттардың ішінде түнгі 12-ге дейін біз сол блогердан 1 миллион 250 мың теңге продаж жасадық. Ол күнгі продажаларымыз бар, және де оның алдындағы продажамыз бар. Реалитидің жалпы 5 күнінде біз 2 миллион теңге кассаға жеттік. 1 миллион 645 теңге. 1 миллион 645 теңге. Бір күнге 1 миллион 645 мың. Прикинь, реалитиміз сонда бізде уже 2 миллионға жеттік 2 күнде. Атос миллионға. И біз сол уақыттың ішінде бізде 2 миллион теңге кассадан асып кеттік. 6-шы күн бізде блогердан түскен лидтарды обработка жасайтын күн. Яғни бұл күні біз отдел продаж сағат 11-ден кешкі сағат 10-ға дейін обработка жасады клиенттерді. И бұл күні бізде жалпы реалитидің кассасы 3 миллион 900 мың теңге жетті. Ойлаңыздаршы, бұл бізде 3-ші продажа күні. Жалпы реалитиміздің 6-шы күні, яғни біз 6 күнде 3 миллион 900 мың теңге продажаға жеткіздік. 30 сентябрь, 1 октябрь, 3 миллион 524 мың. Мына жақта чек семет деген. В общем, 2 күнде қараңыздар. Еще Каспий перевод бар. В общем, 2 күнде 4 миллионға жеттік па біз? 4 миллион бар ғой? 4 миллион бар, 2 күнде 4 миллион. Чо там. Короче, басқа бір компания емес, чисто біздің продажалар. Бұл күні біз касса бойынша рекорд жасадық, және де блогердің түскен лидтарын толық обработка жасап, сатып бітірдік. 7 мен 9-шы күн аралығында Әділ мырза таргетке тек қана $50 запускать етіп қойды, ал қалған уақытында ол кісі бүкіл бізде болған продажалардың доставкасымен айналысты. Біз бар базарға барып закуп жасап, клиенттердің товарын жан-жаққа әртүрлі қалаларға жіберіп басадық. Қазпочтамен жібердік, Алматы қаласына Яндекс, Индрайвермен, яғни біз бүкіл Қазақстан бойынша сатылған бүкіл клиенттарымызға товарларымызды жеткізуге құртқан күн. Әділ мырза, закуп қалай болып жатыр? Күшті. Кеше заказ алды. 2 есе көп алды. Потом заказ сатып бүкіл. Бүкіл базардан алып кеттіңіз, иә? Кетеді почтаға келдік. Қалай толтырасың? Айтыңызшы. Получается, вот, менің атын жөнім, нөмірім, сосын клиенттің аты жөні, қаласы, индексі, нөмірі. Жалпы бізде 7 мен 9-шы күн аралығында бізде толық бизнесіміз системаға қойылды. Күнделікті кассамыз 500 мың теңгеге жетті. Және де бізде бір қызық зат болды. Біз толық бізде базардағы товарды бітіріп тастадық. Әділ мырза маған келіп айтады ғой. Еркебұлан мырза дейді, не десем, базардағы қызық жағдай болды дейді. Біз реалити жасап, сіз сторис салып бастағаннан кейін бүкіл адам планшет, бүкіл адам Dyson сатып кетті дейді да. И біздегі поставщиктер айтып жатыр, что бүкіл базарда планшет пен Dyson бітіп қалды. Енді келесі закуп бізде бір аптадан келеді деп айтты да. И мен ойлаймын да, менің аудиториям не деген мықты.
мендегі аудиториям не деген активный, что біз целый Қазақстан нарығына әсер ете алатындай үлкен мықты аудиториям бар екенін мен сол кезде түсіндім. Жалпы реалитида біз 4 миллион 833 мың теңге продаж жасадық. Соның ішінен таза пайда, яғни бүкіл расход, табан расходы, рекламаға құртатын расход, блогердің расходы, менеджерлардың зарплатасын алып тастаған кезде бізде 1 миллион 200 мың теңге таза пайда қалды. Яғни көбісі ойлайды товардың бизнеста сен 1-ге 1 қойсам, 1-ге 3 қойған өзінде бізге 1-ге 1 таза пайда біз алмадық. Яғни товардың бизнеста егер де сіздің оборотыңыздың 20-25% таза пайданы құраса, ол жақсы көрсеткіш. Яғни сіздің бизнесіңіз рентабельный, яғни таза пайдасы жақсы бизнес ретінде саналады. 10-шы күн бізде қорытынды күні, ол күні біз Әділ мырзамен тауға шықтық, ол күнді біз жеңіл өткіздік. Жалпы Әділ мырзадан сұраймын ғой, бұл уақыттар сізге қалай өтті деймін ғой. Ол кісі айтады, бұл уақыттар маған жылдар сияқты өтті, маған ұзақ өтті дейді. Тіпті мен өзіме де ұзақ болды да, бұл реалити бізде 10 күн ұзақ уақыт болды, яғни біз 1 ай, 2 айдай бизнес жасағандай сезім болды. Себебі біздің әрбір минутымыз, әрбір уақытымыз өте тиімді пайдаландық. Жалпы Әділ мырза маған дейін товардың бизнес ашу ойында жүрген жігіт, бірақ та өзі ашуға қорқады. Қандай товар алам, нені сатам, білмейді да, яғни ішінде белгілі бір страхтары бар. Ашсам қадал қалам дегендей. Бірақ та ол кісі осы реалитидан кейін қазір 100% уверен маған айтады ғой. Еркебұлан мырза, мен сізді бір күн озып кетемін. Осы Құдай қаласа ютубқа тағы да мүмкін отчет шығарармын. Ол кісі осы айда маған сөз берді. 12 миллион теңге октябрь айында оборот жасаймын деп. Инстаграмға тіркеліп кетіңіздер. Инстаграмда да мен ол кісінің результатын салатын боламын. И мен Әділ мырзаға 100% сенемін, что ол кісі ештеңеге қарамастан осы октябрь айында 12 миллион теңге оборотқа жететініне мен 100% ол кісіге сенімдім. Мен сіздерге не айтамын? Егер де сіз товардың бизнеспен айналысқыңыз келіп жүрсе, егер де сіз бір заттан қорқып жүрсеңіз, мен сізге айтатыным ол бастау. Егер де сіз қателесуден қорықсаңыз, рисковать етуге қорықсаңыз, онда бизнес сізге емес. Сіз бизнестен вообще алыс кете беріңіз. Потому что сіз бизнесті ешқашан жасай алмайсыз. Ал егер де сізде рисковать етем, ішіңізде нақты настрой болса, сізде мүмкін қателесуіңіз мүмкін, мүмкін қарызға кіруіңіз мүмкін, мүмкін бизнесіңіз жүрмеуі мүмкін, бірақ түбінде сіз жетістікке міндетті түрде жетесіз. Себебі бұл өмірде жетістікке жететін адамдар тек қана тәуекелшіл адамдар. Сол үшін сіздер тәуекелден еш қорықпаңыздар. Және де қателессеңіздер де, сіздер өз қателіктеріңізден үйреніп, бәрібір де өсесіздер. Көбісі реалити шоу жасайды, и көп адамдар реалити шоуды цифраларын біз сияқты анық каспидің ішінен көрсетпейді. Ол бір, яғни цифраларды өтірік жасалады. Екіншісі, олар тек реалити кезінде ғана оны айналысқан адам бизнеспен айналысады. Ары қарай ол бизнеспен айналыспайды, немесе ол жай ғана уақытша ғана дүниемен айналысады да. Ал біздің осы реалитидағы негізгі ниетім, ол менің. Мүмкін реалитида біз өзіміздің қойған мақсатқа үлкен оборотқа жетпесек те, бірақ та жаңа Әділ мырза маған сеніп келіп уақытын құртып жатыр ғой. Сол кісі дәл сол бизнесті жүргізіп, бұл бизнесқа жай ғана спринт ретінде 10 күндік дүние ретінде емес, ал өмірінің ұзақ уақытына әсер ететіндей кәсіп құруы, ол менің ішкі ниетім болды. Және де біз соған қол жеткізе алдық. Әділ мырза маған күнде чектарын жібереді, маған айтады, Еркебұлан мырза, міне продажа отыр. Өткен жолы біз тіпті кофейнядан шығып баратсақ бүйтеді ғой. Менде что-то таза пайда аз дейді да. Қанша десем, бүгінге 150 мың теңге таптым дейді да маған, короче. И мен айтамын да, е-мое, типа, сіз 150 мың теңге деген қазір менсінбейтін болғансыз деп. Ол кісіге үйреттім да, что сіз олай асықпаңыз. 150 мың теңге просто сіз бір ай стабильно тапсаңыз, ол өте үлкен ақшаға айналады. Еш асықпаңыз деп, ол кісіге бизнесқа жай ғана спринт ретінде емес, үлкен марафон ретінде қарауға мен жол сілтедім. Жалпы товардың бизнеспен не үшін айналысу керек? Мен соны тағы да айтқым келеді. Ол ең оңай бизнес. Мысалы, сізде әдемі болмасаңыз да, камераға әдемі сөйлей алмасаңыз да, қолыңыздан бір дүние ерекше келмесе де, сіз ол бизнеспен айналыса аласыз. Себебі бұл бизнес сіз өзіңіздің түріңізді көрсету, немесе бұл бизнесте әдемі сөйлеуіңіз ол ең басты фактор емес. Ең басты фактор ол рисковать ете алу, басын айтқандай, минимум 100 мың теңге сізде капитал болу, ол міндетті түрде болу керек шарт. Яғни сізде 100 мың теңге болса, дальше бизнесті жүргізіп кете аласыз. Және де мен тағы айтар затым, егер де сіз қандай кәсіп түрмен айналысам деген ішіңізде вопрос болса, басқа бизнестарға кірмей қойыңыз. Тек қана товардың бизнесқа кіріңіз. Себебі товардың бизнесті жүргізу, алғашқы продажалар жасау, алғашқы миллиондарды табу өте оңай. Сол үшін товардың бизнестен кәсібіңізді бастаңыз. Осыдан 4 жыл бұрынғы Еркебұлан товардың бизнеспен, жалпы кәсіппен айналысып бастағанына мен өте қатты шүкіршілік айтамын да, өте қатты ризамын. Неге десеңіздер, егер де мен сол сәтте рисковать етіп бастамаған кезде, менде қазіргі дүниелерім болмаушы еді. Қазіргі Еркебұлан болмаушы еді. Мысалға мен бүйтіп арып қарайтын болсам, мен өз арманымдағы, мысалы BMW, мен ол арманымдағы BMW болмаушы еді. Мен мысалы кейде өзімде ұйқыдан тұрып, бизнес класс емес, үй, элит класстағы үйден шығып, паркингқа барып, BMW-ні оталдырып, дальше жұмысқа шығып, қарайым Инстаграм, танымалдық, подписчик, ақша, альхамдулилля, яғни барлық зат бар да.
И мен кейде өзіме сұрақ қоямын, мә сонда бұл зат неге маған бұйырды, неге бұл зат мүмкін болды деген сияқты іште сұрақтар болады да. И мен айтарым, неге маған бұйырды, нақты мен білмеймін, бірақ та мен болжай аламын. Себебі мен әр уақытымды, әр минутымды, әр өткізген күнімді тиімді өткіздім. Мен ешқалай уақытымды воздухқа жіберіп, жай ғана ойын ойнап, немесе жай ғана негативпен жүріп, бір күнделікті қайталана беретін зарплатаға жұмыс істеп мен уақытымды құртпадым. Мен уақытымды дамуға, мен уақытымды кәсіпті успешно болмаса да кәсіп жасауға, базарға баруды, кітап оқуды, яғни осыған құрттым да мен уақытымды. Соның арқасында қазір Еркебұлан бар. Тіпті маған класстастарым бәрі звондайды да, Еркебұлан жұмыс бар ма, немесе Еркебұлан обучение бар ма деген сияқты сұрайды. И мен ойлаймын да, кезінде бұл сұрап жатқан адамдардың барлығы маған сенбеді. Тіпті маған ата-анам да сенбеді да, что менің қолымнан келетініне ше. Сізге қазір біреу қолынан келмейді, мынау сенікі емес, товарка сенікі емес, бизнес сенікі емес десе де, олардың сөзін просто алыңыз да сұрасаңыз. Себебі сіздің тіпті ата-анаңыз да сізге сенбейді. Жай ғана бұл жерге керек дүние ол сіздің өзіңіздің сенуіңіз. Менің емес, достарыңыз емес, ата-анаңыздың емес, тек қана өзіңіз жетістікке жететініңізге сенсеңіз, сізде міндетті түрде қолыңыздан ол дүние келеді. И мен 100% оған сенімдімін, уверенмін. Себебі менің қолымнан бұл зат келді. Дәл қазір тура осы мен өткен жолды, Әділ мырза өткен жолды қателіксіз тезірек өткісі келетін кісілерге менің арнайы ұсынысым бар. Ол ұсыныс осы реалитида берілген толық білімді біз онлайн форматта жазып, соны өзіміздің оқырмандарымызға, өзіміздің оқушыларымызға беретін боламыз. Бұл оқу кімдерге арналған? Бұл оқу бизнесті неден басарын білмейтін адамдарға. Қандай ниша таңдай, не сатам деп ұзақ ойланып жүрген адамдарға. Кезінде бизнес жасап, ол бизнестары убытыққа кеткен адамдарға. Оборот үлкен, бірақ таза пайдасы аз адамдарға. Ақшасы бар, бірақ неден бастарын білмей жүрген адамдарға бұл обучение арналады. Бизнес реалити обучениясы бізде 6 модульдан тұрады. Және де әр модуль ол осы бизнес реалитида біз қандай жұмыс жасадық Әділ мырзамен, қалай результатқа жеттік, соны нақты, таргет қалай жіберу керек, нишаны қалай дұрыс таңдау керек, юнит экономиканы қалай есептеу керек, финансты қалай есептеу керек, команданы қалай құру керек, және мотивировать ету керек. Яғни осы реалитида біз қандай инструменттерді қолдандық, соның барлығын біз видео форматта сізге беретін боламыз. Бағасын өте қолжетімді жасадым. Неге десеңіздер, бұл білімді адам сатып алғаннан кейін бизнес ашуға, бизнесіне ақша құюға, реклама ақша құюға өзінде қаражат болатындай мен мүмкіндік жасағым келді. Сол үшін де мен 24 ай, 12 ай бөліп төлеу мүмкіндіктеріне қосып қойдым. Яғни сіз бұл обучение жай ғана бір бөлке нанның, күнделікті бір бөлке нанның ақшасына ала аласыздар. Менің ниетім сіздерге пайдалы болу және кәсіпте үлкен нәтижеге қол жеткізу. Егер де сізге бизнес реалити обучениясы қызық болса, және де сіз қатысқыңыз келсе, онда описаниедағы сілтемеге өтіп анкетаны толтырсаңыздар, біз сізге хабарласып, араларыңыздан отбор жасап алатын боламыз. Бұндай мүмкіндік барлық адамға бұйырмайды. Және де бағасы өте қолжетімді етіп, сіздердің бастап кетуіңізге ниеттеніп қойдым. Егер де видео ұнаса, міндетті түрде өзіңіздің ойыңызды, өзіңіздің осы видеодан алған сезіміңізді, эмоцияңызды жазыңыздар. Сіздер қай этаптасыздар бизнестің? Енді бастап жатсыз ба? Немесе қазір бизнесіңіз жүрмей тұр ма? Немесе бизнесті ашқыңыз келе ма? Соны толық жаза кетсеңіздер болады. Мен сіздердің барлық сообщенияларыңызды оқимын, және де сіздерге максимально келесі видеороликтарда пайдалы болуға тырысамын. Каналымызға тіркеліңіздер, келесі видеода жолыққанша.